Күн яхшы болсын, жолдоштор. Бүгін bizim хабарымыз Ноғай тілі, Ноғай әдебиеті хақында. Оған айтқан заманда Ногайский язык, Ногайская литература деген. Сол bizim тілде әдебиетті бүгінде басама, не десе, siz bilesiz, dünyada 150 milyonga yok Türk halk salan, Türk halklar, soların içinde Noğaylar da var, Başkırlar da, Kazaklar sanalır, Türkleri de, so göre Türk dünyası da var. Sol halkı türlü yerlerde, türlü kontinentlerde yaşatan halkka. Bizim oyumuzga göre kişki olsun, yükün halk olsun, onların bersinde tüp tamırı so Türk dünyasına, Türk kanatına 70-8. ömürlerge ketedi. Olay deyen 70-8. yüzyıllıklarda. O zamanda Avrupa halklarında yazı deyen bolmayan zamanda o zamanda bizimkiler kara taska yazılar yazganlar. Soğa göre endi burungu yazılar onda kalganlar Orhan bette, Yenisey su bette, soyakta Sibir'de tapkanlar o zatlardı. O Kaspi tengizden alıp durup sol Mongolia'nın yerine deyim, sırt Mongolia'nın yerine deyim. Baratan boğan so taslar, kaldırılgan taslar. Oğa Rum yazıları dep aytadılar. Benim aytataным sol bizim Türk halklarının ortak baylığı dep aytamыз. Мырас dep aytады Noğaylarda. Мырас деген наследие. Сол бізге Noğaylarga da ortak dep ойлойм. Мен бүгін сізге соның хакында айткым келеді. Ол да байланышлы huzur ол да bizim Rusya'nın tarihiminde, Noğayların tarihiminde, Kıpçakların tarihiminde siz bilesiz. Noğaylar asılı Noğaylar, Kazaklar, Karakalpaklar olar sosuş halkın tili Noğay Kıpçak türkümüne kiredi. Sütü aytılады. Noğay Kıpçak türkümüne soğuş тіл yok тілдер, Қыпшақ тілі деп саналады. Міне сонымен байланысты айтатаным, соның бұлағы самый түп тамыры деп сол түрк жазуларға кетеділер. 7-8 yüzyıllıklarda ол қара тасларға yazылып қалған, оның руна yazулары деп айтадылар. Onun Runa deb yazılı, runический yazılı deb. O da байланышлы, mine sol Skandinaviyada zatta табылған yazılar mı var? Ne dese ұқсайдылар bir-birine. Benim aytataным, ol еще Петр I zamanında, Петр Полтава соғысында еңгенде, sonda Şved ofisерлерді көбісін есірге түскен Şved ofisерлер болған. Соларды ебереді Сибирге. Сибирге ебереді. Солардың арасында Филипп Стралланберг деген бәден болған. Сол бастайды соларды тасларда жазуларды әрекет тергеп. Сонun soң зәлім zaman кеткеннен соң оларды құсатады скандинавтың, германдардың, немістердің затына жазуларына. Сонда еңді табылған күлтегін мен Тонкок деген екі қаған деп айтқанлар. Соның ақында yazған тасқа кертіліп, тасқа ойылып yazған yazулар қалғанлар. Соны әлімлер тапқанлар.
Ол онан соң да 1898 жылларда Вильгельм Томсон деген Дания жазушысы, Дания алимі, ол сол тасырларды терген тағда bizim орыс алим Василий Васильевич Радлов деп болған. Ол ноғай адабиятында терген, сол халық адабиятын, фольклорын терген, белгілі алим болған. Ол бұлар екеуі сол затты yazуларды орысша тілінде расшифровать еткенлер. Міне сонда бұл құжыр язу, онда міне күлтеген деген бәсір болған, сол түрклердің, көк түрклер деп айтады оларды. Сол көк түрклердің сол күлтеген деген бәсірі болған. Сол батырының ақында сол язу жазылған, Дестан дейді, Дестан поэма дейді. О бұрынғы затта, о тасқа жазылған язу. Сонда оны біз білеміз, оны қай заман туғанын, қай заман өлгенін, кім атасы болған, бір затта жазылған язуда. Бұл айтқан заманда ол 7-8 өмірде сөйл айтып кеттім. Европа халықтарында yazı sözünü bilmegenler sol zamanlarda 7-8 yüzyıllıklarda Türk halkları bilgenler. Ondan da başkası Kıcır zat sol onun kay zaman 730 yıl tuğan 684 yılda tuğan 731 yılda bir zatlar da var. Tuğanın ölgönü kim atası bolgan dedetkenlerin bu bir zatlar da var. En kıcır degen sol. Bunda men Orusçada Қазақша тексттерді қарадым. Сонда мынауda yazады. Күлтегінде басқа затлар да бар жазылған. Мысалы космогониялық аңламлар түрклерде қалай болған жазады. Міне сонда деді. Сонда yazады, дүния қайтып құрылған. Алдыман дей, бір затта жоқ. Бослықтан буыман, бу деген пар да. Дым. Это зат влага деген. Со бір затта жоқ. Бослықтан дейді, буыман дым бүркіген дейді. Алатопан елесіп, дүнияды басып ятқан дейді. Қарабалшықта қойы күн күйеде қапқара дейді. Қонар орын әзірленеді дейді. То есть, сол елге қонар орын әзірленеді. Өзі ел. Сонан соң не болады? Жоғарыда ішіне жұлдыздар ябыстырылған дейді. Үйкөн дегенде үйкөн қазандай төңтөрілген, төсіне айылген дейді. Көресің, төсіне айылген, үйкөнде қазандай төңтөрілген дейді. Солаға жұлдыздар ябыстырылған, төсіне айылген, омырауына күн таққан аспан тұрады дейді. Көресің ме? Аспан туады. Онан соң көрінеді. Күркірі бүрілдеп дейді, от шашырып жатқан таудай денесіне үйкөн денесінен шарқыннан қып-қызыл болып дейді. Дауылдаған өрт қашып ятқан тауларына тастап шығады. Құралады. Сөйтіп ел алып келген дыман будан бұрқырап тасып шығады сулар. Ошын дүнияда қайтып түзілгені айтылады. Міне сол космогониялық аламлар 7-ші өмірде білесің, қай заманнан алып. Ол басқа хақларда бір затта болмаған заманда бізде көп заттар болғанын айтады.